take you somewhere, so you know I care. But it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. Ауылымыздың жас кәсіпкері, өзі жас болса да біраз іске бас болып жүрген жеке кәсіпкер, бүгінгі сұхбат Ораз мырзамен болады. Бұл мамандықты қалай таңдадыңыз және кәсіби жолы қандай? Біріншіден, Жаушықұм ауыл округінде бұндай кәсіптің түрі жоқ. Екіншіден, жастар өсіп жатыр, жаңадан үй тұрғызып жатыр, жаңадан қора тұрғызып жатыр. Сол мақсатта ашқан болатынбыз. Жұмысымыз Құдайға шүкір алға жүріп жатыр. 5 баланы жұмыспен қамтып отырмыз. Бұл мамандықты қаншалықты жақсы көресіз? Бұл мамандықты жақсы көргенде кәсіптің жаман түрі болмайды. Менің басты мақсатым ауылда жұмыссыз жүрген жастарды жұмыспен қамту, жастарға жұмыс беру. Кәсібіміз жаман емес, жақсы, өзіме ұнайды. Бұл мамандықтың қиыншылықтары неде? Бұл мамандықтың қиыншылық дегенде ауыр қиыншылығы жоқ. Күн салқын кезде кебу жағынан сәл қиындау болатын болмаса, басқа жағының бәрі жақсы, жұмыс жүріп жатыр. Жеткізіп беру жағымыз сәл қиындау болып жатыр енді. Үлкен машина аламай жатырмыз, пока жеңіл газельмен тасып жатырмыз. Барлық қиындықтарымыз сол, қалған жақтары оңай. Бұл жұмыстан қандай болашақ күтесіз және алдағы жоспарлар қандай? Құдай қаласа, бұл жұмыстан қандай болашақ күткенде алдағы мақсатымыз брусчатка ашсақ, пеноблок, газоблок барлығын іске қоссақ па деген ойымыз бар. Құдай қаласа, мына жақтан строительный магазин саламыз. Жастар үй салудан шаршамаса, біз шлакоблок құюдан шаршамаймыз. Как вы выбрали эту профессию? Много трудился раньше, а сейчас все нормально идет. Вам нравится ваша работа? Да, конечно, давно мечтали. Есть ли трудности? Да, бывают трудности, но небольшие, нужна грамотность в любой работе. Мамандық таңдаудан қателеспейік. Осылай Ораз мырза секілді ауылымызды көркейтетін жеке кәсіпкерлер көбейе берсін.